Қайырлы күн, достар. Бүгін бізде кезекті подкаст. Бүгінгі біздің қонақта еліміздің білім беру саласының маманы, оқу-ағарту министрінің жанындағы қоғамдық кеңесінің мүшесі, Hyperion School жекеменшік мектебінің негізін салушысы, сондай-ақ Кембридж университетінің түлегі, магистр Нұрмұхамед Досбаев. Қош келдіңіз біздің подкастымызға. Қош көрдік. Бүгін бізде ерекше бір подкаст, сондықтан негізгі тақырып енді білім беру саласы жалпы, бірақ соның ішінде профориентация, бағыт-бағдар беру бойынша. Енді жалпы қазіргі кездегі соңғы мынау жаңалықтарды ескерсек, жалпы бүгінгі мынау оқу білім кезеңі басталды, оқу жылы. Жалпы қазіргі кездегі мынау білім беру саласындағы жалпы жағдайды сипаттап бастасаңыз, осы тұрғысынан бастап, сосын әрі қарай жалпы бүгінгі сіз қалай сезінесіз бұл жағдайды, сіздің көңіл күйіңіз қалай жалпы, және бүгінгі мынау жаңа министрдің тағайындауына байланысты да бір-екі ауыз пікіріңізді білдірсеңіз. Енді білім саласы шүкір жақсы бір қарқынды байқалады, даму бар. Бірақ ол даму бір күшті бір білім саласының саясатының арқасында деп айтуға болмайды. Ол жалпы біздің өзіміздің халықтың білімге деген құштарлығының бәлкім бір ДНК деңгейіндегі ұмтылысын деп айтамыз ба, бәлкім бір осы біздің қазіргі жас буынның мынау қалыптасуындағы ерекшеліктеріне байланысты деп айта аламыз ба. Бірақ жалпы бір үлкен жүйелік қиыншылықтары қарамастан мына білім шәкірттердің, мектеп оқушыларының бір энергиясы сезіледі, жас толқынның бір энергиясы сезіледі. Өз басыма ол үлкен шабыт, үміт сыйлайды. Ал былай жүйелік тұрғыдан қарайтын болсақ, өте үлкен проблемалар бар. Ол ең бірінші кезекте әрине де инфрақұрылым жетіспеушілігі. Қанша мектеп соққанына қарамастан, әлі одан да бірнеше есе көп мектеп соғу қажет, университет соғу қажет, балабақша ашу қажет. Сондықтан ең бірінші үлкен өзекті проблема ол инфрақұрылым. Оны мемлекет өз басымен жалғыз шеше алмайды. Сондықтан бұл жерде басқа да механизмдер қазір қолданылып жатыр. Ол инвестиция тарту, жекеменшік инвесторларды, нарықты тарту, соның барлығы түбінде осыдан 6 жыл бұрын, 7 жыл бұрын Қазақстанда 1% ғана мектеп жекеменшік болса, қазір 10%-ға жақында қалды. Сол мен ойымша осы демографиялық қарқынды өсуімен байланысты және мемлекеттің әлеуметтік инфрақұрылымды соғып үлгермеуімен байланысты осы пайыз 20-30%-ға шейін жетеді деп ойлаймын өз басым. Себебі кез келген дамыған елде ол статистика осындай. Және ол не нәрсені көрсетеді, ол жалпы тек қана балалар мемлекеттік соққан мектепке сыймайғандықтан жекеменшікке ауысып жатыр емес. Ол сонымен қатар нарықтық экономиканың аясында әл-ауқаты жоғарылайтын бағанағыдай таптардың қалыптасуымен байланысты. Сондықтан кез келген отбасы қоржынында артық ақша пайда болған кезде олар барлығы бір дүниеге, мал-мүлікке емес, сонымен қатар инвестицияны баласының дамуына, мұрагерлердің дайындалуына, болашағына деген сияқты ойлайтын бір топтар қалыптасып келе жатқандығының белгісі негізі. Сондықтан бірінші мәселе әрине ол инфрақұрылым. Келесі мәселе әрине инфрақұрылым шешілді деген күннің өзінде ол мынау сол инфрақұрылым ішінде болып жатқан дүниелер. Ол не? Беріліп жатқан, балаларға беріліп жатқан білім, сол білімнің нәтижесі, сол беріп жатқан білімнің мазмұны, сапасы, нәтижесі, және оған әсер етуші фактор сол ұстаздардың сапасы, қабілеттілігі, оларға жасалған жағдай, жалақы, үстемақысы, жүктемесі, олардың жас ерекшеліктері, сонымен қатар соларды басқаратын басшылардың жағдайы, сол білім сапасының іштен бақылануы, сырттан бақылануы, осындай бір экосистема деп айтсақ болады. Осының барлығы бір екінші мәселе деп айтуға болады. Жақсы. Мен келісемін, жалпы қазір кез келген ата-ана біздің қоғамда жалпы білім құндылығы өте жоғары, сондықтан әр ата-ана өз баласына жақсы білім бергісі келеді. Бұл екіншіден жаңа демография мәселесін айтып өттіңіз. Негізі бізде қарасақ, осы соңғы 10 жыл, 15 жылдың ішінде демография саны
туыс көрсеткіші жоғарылап бара жатыр. Бұл сондай-ақ инфрақұрылымға қатты әсер етіп жатыр. Біз білеміз, әсіресе ірі қалаларда, мегаполистерде. Бұл мәселені шешу енді сіздің ұсыныс бойынша бұл көбейту керек, және тек қана мемлекеттік қана емес, сондай-ақ жеке меншік, басқа инвестицияларды тарта отырып, біз мәселені шешуге қол жеткіземіз. Жоқ, олай шешуден басқа амалымыз жоқ. Себебі басқа амал жоқ, біз ол дүниені біз осыдан 15 жыл бұрын балабақша тақырыбында өткен тұғынбыз. Себебі ол сәтті шешілген сияқты, иә, балабақша деңгейінде қазір барлық балалар балабақшамен қамтылған. Өзіңіз жақсы білесіз, балабақшада 2 ауысымды деген не жоқ, ұғым жоқ. Неге? Себебі мемлекет балапан бағдарламасын 2010 жылдардың басында енгізіп, соның нәтижесі бойынша қазір қателеспесем 12 мың балабақша бар болса Қазақстанда, соның жартысы 50% жекеменшік, 50% мемлекеттік. Көрдіңіз ба? Мемлекет оны осыдан 15 жыл бұрын ол өткен дүние. Бірақ айырмашылығы мынада да, балабақша ол конституция бойынша міндетті білімге және мемлекет тарапынан тегін қамтамасыз етілетін білім деңгейіне жатқызылмайды, ал орта білім ол жалғыз ғана сол конституция бойынша міндеттелген, әрбір азаматқа оқылу, сонымен қатар тегін беру міндеттелген бір дүние болғандықтан біраз дилеммалар туындауда. Енді мектеп, орта білім беру жүйесі де соған жатады. Бірақ сонда да мен білем, балабақшада да мәселелер көп. Тіпті сын айтатындар да жиі кездестіреміз. Жақсы, біздің тақырыбымыз балабақша емес, енді жалпы біз сіздің осы жеке меншік Hyperion School туралы кішкене ақпарат алсақ, жалпы мен білуімше жеке меншік саны қазір өсіп жатыр. Кейде біз ақпарат көздерінен көреміз, жаңағы қазақ тілінде емес, өзге тілдерде дамытады, ағылшын тілін, орыс тілінде, басқа тілдерде. Бұл бір мәселе. Екінші, мынау біз білеміз, мемлекеттік мектеппен қатар, сондай-ақ жекеменшік, мысалы, элиталық мектептер, мысалы, біз Назарбаев зияткерлік мектеп білеміз, білім инновация лицейі, Зерде сияқты көптеген мектептер. Мысалы, оған түсу үшін, мысалы, кез келген ата-анаға енді қымбат бағасы. Ал кез келген бала, мысалы, түсу, ол өзінің білім қабілетінен тегін мүмкіндіктер бар, мысалы, грант алу арқылы, мысалы, былтыр мен ұлым тапсырған кезде, олардың жылы статистика қарасақ, 2012-12 жылдар туу көрсеткіші жоғары болды ғой, соған байланысты бәсеке де өсті. Орта деңгейде ол жерде қаншама бала Назарбаев зияткерлікке Астана қаласында 2 мың ба, солай бала қабылдады, ал мысалы 5 мың бала тест тапсырған еді. Мысалы, көбі өтпей қалғандар, тіпті жоғары балл алса да өтпей қалғандар көп болды, мысалы. Және олардың орнын басатын басқа жаңағы РФМШ, біз білетініміз Зерде сияқты сондай азғантай жекеменшік нелер бар. Басқа жекеменшік мектептер осындай жаңағы аз қамтылған немесе мүмкіндігі жоқ отбасыларға сондай көмектер, грант түрінде беріле ме? Жалпы ондай мүмкіндіктер бар ма қазір? Мысалы, сіздің мектебіңізде? Бірінші кезекте мынаны айту керек. Бізде қоғамда дұрыс түсініктер қалыптастыру керек та. Мысалы, білім болсын, басқа дүние болсын, тегін деген нәрсе жоқ. Кез келген нәрсенің бір құны болады бұл дүниеде. Әр еңбек ақының тамған темірдің ақысы болады дейді ғой. Сол сияқты білім саласында да соның ішінде жұмыс жасап жатқан қаншама адамдар бар, сол жұмыс жасауына жағдай жасап жатқан қаншама инвесторлар бар деген сияқты. Жекеменшік тұрғыдан айтатын болсақ, олардың да өздерінің еңбек ақысы бар. Сондықтан да бұл жерде келіп бір күту, маған тегін біреу грант берсін деген сияқты, ол дұрыс болмайды. Себебі тегін бір нәрсені тек қана білеміз, соны бағана мемлекет қана ұйымдастырылады. Соның ішінде барлығына емес, ол белгілі бір әлеуметтік топтарға ғана. Сондықтан да көптеген жекеменшік мектептер шынында да ашылып жатыр. Қазір Қазақстанда 800-ден аса жекеменшік мектеп бар. Бірақ тегін міндет тұрғыда тегін білім беріп жатқан, грант беріп жатқан деген мектептер жоқ. Бірақ мынандай мектептер бар. Оларға тегін білім беру, грант беру тиімді болған жағдайда тегін білім, грант беріп жатқан мектептердің саны қазір артуда. Мысалы, Шымкент қаласында жекеменшік мектептер бар. Олар үлкен зәулім соғылған, 1500-2000 бала бір ауысымда оқыса, екі ауысымда 4000 балаға шейін оқиды.
Неге? Себебі Шымкент қаласындағы халық қымбат ақылы білімге сенімі аздау. Бірақ тегін мемлекеттік білімге үйренген. Және де жекеменшік мектепті ашып жатқан кәсіпкер мектепті ашу үшін ол не істейді? Тиімді модельді іздейді. Ол алады да сол дәу мектеп қып соғып, сосын тегін білім береді, бірақ мемлекет білесіздер, жекеменшік саланы дамуын қолдау үшін, инвестицияны тартуына, ықпал ету үшін, тартылуына ол мемлекеттік субсидия береді. Жан басына шаққан қаржыландыру. Сонда бағанағы кәсіпкер 1500, 2000, 3000 балаға шейін тегін оқыта береді. Неге? Себебі ата-ана үшін тегін болғанмен мемлекет үшін ол тегін емес. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мысалы халықаралық мектептер бар. Британдық мысалы бір халықаралық мектептер бар. Олар жыл сайын өздері мектептеріне грант үйлестіреді. Неге? Себебі олардың бұл маркетингілік жұмысының бір несі, тактикасы. Бұл жақсы жаман демеймін, бұл өздерінің таңдауы, және олардың мақсатына жетуіне көмектесіп жатса, неге болмасқа? Олар мысалы грант ойнатады, және ол грантқа не істейді? Іріктелген, мықты мамандандырылған мектептерде шоғырланған дарын деп айтпаймын, бірақ жетістігі бар жоғары балаларды іріктеп соларға грант береді. Неге? Себебі сол балалар ары қарай сол жерде соңғы 2 жылын оқиды да, ары қарай шетелдік мықты беделді Ivy League деңгейіндегі университеттерге толық грантқа түседі. Және ол мектептің несін, репутациясын, абыройын қорайды. Сондықтан осындай грант түрлері бар. Меценаттардың бірігіп ашуға тырысып жатқан грант түрлерін енді байқап жатырмыз, бірақ жаппай бір жүйелік тұрғыда ондай грант, тегін білім деген әзірше жекеменшік мектептерде жоқ, және болуы да қажет емес сияқты. Міндетті тұрғыда. Бұл таңдау ерік деңгейінде қоғамның, кәсіпкерлердің санасының өсуінің белгісі ретінде дамып жатса, бұл өте әдемі болады. Жақсы. Енді сіздің мынау Happy Beyond School мектебінде естуіміз бойынша ұл балаларға арналған мектеп. Бұрынғы бізге есімізге түсетін КТЛ, Қазақ түрік лицейі. Мысалы осы тұрғысынан келгенде, мысалы біз көп жағдайда мынау инклюзия туралы айтамыз, жалпылай бірдей ортақ бір білім беру, шектемеу. Бұл жерде мысалы сіздің ойынша қаншалықты, жалпы неге сіздер осы тек қана ұл балаларға, қыз балаларға оқу білім сонда бөлек болу керек па? Әлде сол біз инклюзиядан кетіп, бізге негізгі нақты гендерлік айырмашылықтар, немесе бұл діни мәселеге келе ма мысалы, біз білеміз діни мәселеде ұл балалар мен қыз балаларды бөлек оқытады, мысалы медреселерде, егер бір еске салсақ. Жалпы осы сіздің мектебіңіз туралы айтып берсеңіз, осы ұл балаларға қатысты мектеп. Қызықты сұрақ болар мүмкін. Біз әдемі келтірдіңіз сұрақты. Негізі жауап өте қарапайым. Мәселе былай. Біз мысалы сол гендерға келген кезде біз назарымыз екі түрлі болып кетеді. Двойной стандарт қолданамыз. Дәл сол гендер тақырыбына келген кезде өзіміздің пайымдауымызда, талдауымызда эмоцияға беріліп кетеміз. Ал мысалы егерде біз бағанағы бөлуді музыка, спорт десек, біз өйтіп қарамаймыз. Байқасаңыз. Мысалы бір спорт мектебі, мысалы ол жерде бір спорт түрлері бар, бағанағыдай қаласаң да қаламасаң да ол тек қана ұлдар қатысатын. Немесе өнер түрлері бар. Мысалы әрине де біздің Қазақстанда ол анығырақ көрінеді. Батыста араласып кеткен шығар барлығы. Бірақ мысалы балет дейік, мысалы. Балетті мысалы бір көбінесе қыздар ғана қатысады. Сондай бір спорттың, өнердің түрлері бар. Сол жерде біз неге бұлай бөлек тек қана қыздар, балалар оқиды деп айтпаймыз да, мысалы. Неге? Себебі әр бағыттың өзінің мақсаты бар, мұқтаждықтары бар. Және мысалы ұл балалардың тақырыбына келген кезде неге олар бөлек оқиды? Олар сондай да ұлдың түрлері бар. Олар ерекше назарға қажеттілігі бар ұлдар бар. Мысалы ол қандай ұлдар? Тәртібі жағынан қиыншылығы бар ұлдар.
оларды біз қарапайым мектептерде бір инклюзияға балаларды жатқызбаймыз негізі. Біз инклюзияға көбінесе бағанағыдай сөйлеуінде ақауы бар, ойлануында ақауы бар деген сияқты сол тұрғыдан ғана қараймыз да, бірақ бір орында отыра алмайтын баланы СДВГ дейді ғой, синдром дефицита внимания, немесе бағанағыдай тәртібі төмен, фокус жасай алмайтын, мұғалімді тыңдай алмайтын балаларды біз инклюзияға жатқызбаймыз. Бірақ дәл сол балалар, егер де зерттеулерді қарап, мұғалімдердің ең көп мазасын қашыратын, ең көп білім сапасына кері зиянын тигізетін балалар кімдер десеңіз, дәл осы тәртібі төмен балалар. Бірақ оларды біз солай классификация жасамағандықтан, олар барлығы бірге сол мектепте оқып, жалпы сыныптың динамикасын артқа тартып отырады. Ал оларды ұстаз алып, өз бетінше бөлек шығарып тастап, оқытамайды, себебі ол заңға қайшы болады. Ал сыртқа шығарып жіберетін мектептер тым категориясы, атауы да беретін аттестаты өте атауы қорқынышты. Мысалы, ЦАН деп аталады, білесіз. Центр адаптации несовершеннолетних, немесе арнайы мамандырылған жабық бір түрмеге мазмұны, қарым-қатынасы жақындау білім интернаттары бар, мысалы. Көрдіңіз ба? Сондықтан әрине де атана, өзінің баласын сүйетін атана, ондай таңдау болса, ол жерге бермейді, қимайды баласын. Бірақ дәл сол атана, егер өзінің баласына арнайы жағдайлар жасалған болса, адамша былай айтқанда, қызмет тұрғысынан, қарым-қатынас тұрғысынан, ол атана сол қызметті, сол мамандандырылған мектепті, ортаны таңдап іздеп барады. Мен біздің жасап жатқан жобамыз дәл сондай балаларға деп арналып ашылған деп айтпаймын, бірақ осыны ескеру керек деп айту керекпіз да. Біздікі осы бағыттағы дүниелерді зерттейтін бір жоба да. Себебі балалардың неше түрлісі бар. Неше бала болса сыныпта, бес саусақтай, бесеуі бес түрлі. Бірақ өкінішке орай, қазіргі бар сіз аталған мамандандырылған мектептерде балаларды тек қана білім призмасынан ғана қарайды. Білім призмасынан, соның ішінде академиялық призмадан ғана қарайды. Мысалы, олардың бағанағыдай қолмен жұмыс бағытына, денемен жұмыс бағытына, ой өріспен жұмыс бағытына көп қарамайды. Көбінесе сіз аталған мамандандырылған мектептерде өзіңіз байқасаңыз, олимпиаданың чемпиондарын ғана дайындайды. Мысалы, бизнестің чемпиондарын дайындамайды, өнердің чемпиондарын дайындамайды, спорттың чемпиондарын дайындамайды, немесе саясаттың чемпиондарын дайындамайды деген сияқты. Өкінішке орай, қазір бізде чемпиондарды біз тек қана үйреніп қалған, кезінде қалыптасқан бір жүйелердің негізінде басталып кеткен дүниенің бір дубликаттарын жасаумен ғана біз жалғасып келе жатырмыз. Ал балалардың қызығушылықтары әртүрлі, және кейінгі өмірде де жасайтын дүниелер әртүрлі. Мысалы, ол бар бір ғылыми бағытты бітіріп келіп, түбінде саясатпен айналысып кетуі мүмкін. Немесе бағанағыдай бизнес жақты оқып, түбінде бағанағыдай академияға кетіп қалуы мүмкін. Яғни баланың траекториясы әртүрлі да. Бірақ біз мектеп деңгейінде оларға таңдау беру қажетпіз. Біздің мақсатымыз осы. Рахмет. Енді жалпы түсінікті болды. Бізде енді қоғамда қалыптасып жатқан көптеген стереотиптер болады ғой енді. Мысалы, сосын алып қашпа әңгімелер содан туындап, жалпы әртүрлі адамдар пайымдай бастайды. Сондықтан осыны ашып алған дұрыс болған сияқты. Мен жалпы сізге тілге қатысты, біз енді көп жағдайда айтады, тіл бұл да бір білім көрсеткіші емес, тіл бұл дағды. Қазір кезінде мысалы үш тілдік реформа жүзеге асырған кезде көп қоғам бізде қатты қабылдамады бұл мәселені. Бұл түсінікті, бұл жерде инфрақұрылымдық мәселе бар, жалпы сосын мұғалімдер дайын болған жоқ, жаппай алғанда. Бірақ қазір кезде жеке меншік мектептер оны жақсы игеріп алған сияқты. Мысалы, әрине бұл нарықтың сұранысына байланысты. Мен жалпы ойлаймын, мемлекеттерде сіз жалпы қалай ойлайсыз? Мынандай идея әлі де бар, ұлттық мемлекет құру бағытында. Енді түсінікті, біз көп жағдайда тіл мәселесі деп айтылып жатады ғой, мысалы, проблема көтеріп, қанша жастарымыз қазақша сөйлейді. Барлығы сол балабақша, мектептен басталады деп айтамыз. Бірақ сонда да әлі де мектептер
екіге бөлінеді, иә, тілге байланысты. Неге ол мектептерді мысалы бір мемлекеттік мектеп деп біріктірмеске мысалы? Себебі логика түрінен қарасаң, мемлекеттік бюджеттен қаржыланып тұратын мектеп ол осы экономикаға, еліміздің экономикаға қажетті кадрларды, адами ресурстарды дайындау керек. Біз кейбір зерттеулер қарасақ, көп кадрлар шетелге кетіп жатыр, көрші елдерге кетіп жатыр. Сондықтан ұлттық мектептерді қалыптастыру бағытында немесе мынау тіл үйрену, мысалы үш тілдік реформасына сіздің өзіңіз жеке көзқарасыңыз, бізге қандай тілде оқытқан дұрыс, әлде жалпы идеалды қазақстандық мектептің үлгісі қандай мектеп тілге негізделу керек, және сіз енді өзіңіз Кембридж университетінің түлегі ретінде шетелде оқыдыңыз, көресіз жалпы осы әлемдегі үрдістерді, жаһандық процестерді. Біздің болашақ қоғам қай бағытқа жүру керек, егер біз осы мектептерден бастасақ? Енді тіл 8 тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп бабаларымыз айтқан сөзі бар ғой. Сондықтан мен ойымша кезіндегі Әл-Фараби бабаларымыз сияқты полиглот болса біздің азаматтарымыз, ол өте жақсы. Сондықтан бұл жерде маңызды емес, орыс тілін көбірек оқытып жатыр ма, ағылшын тілін ба, қытай тілін ба, араб тілін ба, түрік тілін ба, мәселе ода емес. Мәселе біздің өзіміздің ана тілімізді қалай абыройын, деңгейін, сұранысын арттыруға болады бірінші кезекте. Себебі ұлтты біріктіруші фактор бәрібір ол тіл. Бірақ дәл қазір мойындау керек, қазақ тіліне деген сұраныс әзірше тек өңірлерде ғана. Мысалы орталықтардағы мемлекеттік мектептерге бару динамикасын қарасақ, 40% әлде орыс тілі сыныптарын таңдап отыр. Бұл жердегі таңдаудың артындағы себептерге қарау керек та. Неге? Себебі әлі де ата-аналар орыс тілінде берілетін білімнің сапасына көбірек сенімі мол. Ол демек ол таңдау ғой ата-аналардың. Мемлекет тұрғысынан саяси шешімді қабылдап, орыс тілін түбегейлі бастауыш мектептерін алып тастауға болады. Оған ешқандай заңда не жоқ, алып тастауға болмайды деген талап жоқ. Мәселе басқада ғой. Мәселе ол ата-аналар ары қарай қайда барады. Егер өздерінің іздеуін мемлекеттік мектепте таппаса, дәл сол ата-аналар сол орыс тіліндегі білімді іздеп жекеменшік мектептерге ауыса бастайды. Егер мемлекет оған дұрыс көзбен қараса, онда мәселе емес. Ол ата-аналардың несіне қатты уайымдамауға болады. Егер өздерінің қаражаттары жетіп тұрса, бара берсін. Бірақ қаражаты жетпей жатқан ата-аналар, енді олар әрине де наразы топты құрайды. Олар шығу мүмкін талап етіп, бізге жоқ, орыс тіліндегі сыныптарды ашу тоқтатпаңыздар деген сияқты. Бірақ енді біздің билік күшті ғой. Егер бір мақсатты көздесе, ол оны бағанағыдай қадам-қадаммен жеткізеді. Сондықтан мен бұл жерде мектептердегі бір тіл саясатына қатысты еш мәселе көріп тұрған жоқпын. Мәселе неде? Қазақ тілінің статусы одан көтерілмейді. Қазақ тілінің статусы ол қазақ тілінің білген адамға беретін дивидендтерінің арқасына көтеріледі. Яғни ол үшін не? Мысалы, билікте жүрген мінбердегі кісілер қазақ тілінде сайрап тұрса, ол үлкен сигнал қазақ тілін білуге деген. Егер Форбстағы кісілер қазақ тілінде сайрап тұрса, яғни қазақ тілділер миллиардер болса, онда ол екінші сигнал. Мысалы, ғылым тілі, инновация тілі, технократия тілі қазақ тілділер болып тұрса, ол да сигнал. Өнер тілі, мынау үлкен кассаларда, кинотеатрларда жинайтын, әлемге сұранысқа өзін қызықтырылып жатқан өнер тілі қазақ тілі болса, ол да сигнал. Көрдіңіз бе, бұл жерде жұмыс бір күндік емес, бұл бір жүйелік, бір патриоттардың, шында да бір мемлекеттің саясатымен қатар патриоттардың жекелеген кешенді біріккен жұмысының арқасында статус көтеріледі, және де көтеріліп те қалды, оны бәріміз мойындауымыз керек. Осыдан 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрынғы қазақ тілінің статусы мен қазір екеуі екі бөлек дүние. Қазір мен мүлдем уайымдамаймын, шынымды айтсам, ол мәселеге. Осы перспективадағы 5-10 жылдың ішінде қазақ тілін білмейтін адам, ол өзін біртүрлі сезінетін болады. Оны қаласаң да, қаламасаң да, демографияның өзі соған алып келеді. Орыс тілін білетін, орыс тілінің кеңістігіне ғана әрекеттенетін
әлеуметтік жағдайы жоғарғы байлыққа жеткен кісілер қазақ тілін үйренбеген жағдайда олар өздері кішігірім бір жерге шоғырлана береді. Түбінде қысылып, бағанағыдай шетел аралауға мәжбүр болады. Сондықтан оларға таңдау өздерінің кішігірім бағанағы гетто форматында өздерінің сол райондарында тұрып жүре бере ма, немесе өздерінің балаларына қазақ тілін үйрете ма деген бағанағыдай экзистенциалды сұрақ туындайды. Сондықтан мен мүлдем уайымдамаймын. Мәселе бізде билікте, саясатта бәрі қазақиланып кетті. Мына соңғы әсіресе депутаттардың шақырылымында көптеген жақсы әрекеттер өзім байқаймын. Басында бәлкім түсінбесем, неге мына жұлдыздарды, әншілерді, бишілерді, блогерларды қаптап басын қосып қойды деп басында сыни көзбен қарағанмен, қазір қарасақ олардың бәрі қазақ тілді. Әсіресе мынау этнос дейміз, этнос тарапынан орыс кісілердің қазақ тілінде сайрайтын кісілері жалпы өте жақсы бір әрекеттер жасалып, біршама саясат қазақиланды деп айтуға болады. Сондықтан біздің білім жүйесінің өкілі ретінде ойлануымыз керек дүние, балаларға қалай көбірек тіл үйретеміз, қалай тілдерді мектептен шеттетіп тастаймыз емес. Сондықтан мектепте балалар орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшынды, мен өз басым мысалы 4 тіл білемін және өзіме аз санаймын. Мен қосымша тағы 2-3 тіл үйреніп алу міндет деп ойлаймын. Себебі біздің бабаларымыздың мықтылары кезінде 7-10 тіл меңгерген. Бізде сол полиглот болу керекпіз деп ойлаймын. Себебі ол біздің қайтан экзистенциалды мәселеміз. Біз санымыз аз. Біз әлемдік, жаһандық деңгейде халық, ұлт болып, көшбасшы болып қалыптасамыз, көшбасшылармен тең дәрежеде жұмыс жасаймыз десек, бірінші кезекте санымыз солармен бірдей болу керек. Бірақ біз санымыз өте аз, сондықтан сапамыз мықты болу керек. Әрбір қазақтың сапасы, салмағы бір бағанағыдай алмаздай болу керек қой негізі. Сондықтан ол білім, тіл білумен, сол тіл мен білімнің ашатын мүмкіндіктерімен ғана жеткізуге болады деп сенемін өз басым. Жақсы, енді тілге байланысты сұрақтар одан есе шыға береді, бірақ біздің негізгі тақырыбымызға келсек, мынау жастардың жалпы мамандық таңдау мәселесінде, енді сізде мысалы, сіздер енді мектепте сіздердің түлектеріңіз, олардың жаңағы болашағы, қайда барады, кім болады деген сияқты зерттеулер, байқаулар бар шығар, өзіңізде байқап жатқан шығарсыз. Жалпы еліміздегі профориентация, мысалы кәсіби бағыт бағдар беру бойынша, енді жастарға келсек, жасөспірімдер, мысалы жалпы сіздің ойынша қандай қателіктер жасайды көп жағдайда бүгінгі жастар, мысалы осы мамандық таңдау кезінде? Енді біз білеміз, бізде статистика бар, 60% мамандық бойынша жұмыс істемейді дейді. Диплом алғаннан кейін ол диплом қажет болмай қалады, немесе формальды түрде, сондай-ақ басқа да мәселелер бар. Енді осы жастардың негізгі қателіктері туралы айтып берсеңіз. Көп жағдайда біз кездесетін қателіктер. Енді осы профориентация туралы, профориентация дегенді қалай түсінесіздер? Жалпы өзіңіз сіздің мектептерде, жеке мектептерде ол жүргізіле ме? Арнайы бір пән, мұғалім, оқу бағдарламасы қалай енгізілген? Енді білім беру саласында да ол бар мәселе, себебі мемлекеттік мектептерде бар ғой мысалы. Ал жеке меншік мектептерде әрине ол әрбір пәннің ішінде болады. Мысалы, физикадан беретін мұғалім, немесе математика, әрине ол баланы өзінің пәнін қызықтыра отырып, және қандай мүмкіндік осы пән оқи отырып, сен болашақта кім боласың, қандай мамандықтар игересің деген сияқты жол көрсетеді. Сондықтан мен түсінігімде профориентация енді жалпы егер біз жүйелендіру туралы айтсақ, еліміздегі жүйелендіру бойынша, әсіресе сіздің мысалы жеке меншік мектептердегі кейстеріңіз қызықты. Енді біздегі өкінішке орай профориентация деген ұғым өте тар ұғым негізі, және ол өте өкінішке орай тар ұғым болғаннан кейін біздің мамандарымызды, сонымен қатар мамандардың жұмыс жасайтын шәкірттерінің тар ойлауын алып келеді. Негізі бұл өз түсінігім бойынша бұл профориентация болмау керек, это жизненная ориентация болу керек. Яғни біз балаларды, жасөспірімдерді
бір мамандық таңдауға ғана қысқарту ол оларға көмектеспейді. Біз оларды өмірге ориентация жасауға қажетпіз. Яғни мектептің сатысы, жоғары сыныптардағы саты, ол балаларды өмірдің келесі этапына, деңгейіне дайындау болу керек. Ол себебі мектептен кейінгі келесі этап университет, ол тек қана бағана білім университеттегі бір дисциплиналарды оқумен шектелмейді. Ол жерде не? Жалпы бала 18 жасқа толғаннан кейін өмірі басталады, тәуелсіз. Ол заңның алдында да жауап береді, иә? Өз-өзін қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар мамандық иесі болу керек. Яғни былай кеңінен қарау қажет та. Ал бізде қазір мысалы мектептерде бізде барлығын тарылтуды ұнатамыз да. Себебі мен түсінемін, тарылтпаса ол жүзеге асыру қиын болып кетеді. Бірақ дәл осы мәселеде мен ойымша тарылтпай кеңейту керек, ол ұғымды. Бұрын мысалы қызық пән бар тұғын, өзін тану деген мысалы. Бірақ оның да өзінің нелесі, оны бастауыш сыныптарда енгізген да, оны өзін тануды дәл сол жоғары сыныптарда енгізу керек негізі. Былай философиялық тұрғыдан, өмірдің мән мақсаты, адамның бағанағыдай ересек адамның өмірі неден құралады, не бар, қандай рөлдерді біз ересек адам ретінде ойнаймыз деген сияқты. Ойнаймыз дегенде актер ретінде емес, жүзеге асырамыз деп айтқан дұрысырақ болатын шығар. Сондықтан өкінішке орай профориентация бірінші кезекте оларды тез ауысып жатқан нарыққа бағытталғаннан кейін ол одан да екі есе қиындайды. Сен мына жерде кәсіби бағдарды бір мамандыққа бағыттап жатқан сияқты болдың да, оның жалақысын күтілетін сұранысын, ал сен оны бітіріп, ол бала университетті таңдап түсіріп бітірем дегенше ол нарық өзгеріп кетті. Сондықтан бұл өте ұтымсыз тактика. Біз балаларды сондай тактикамен оқыту керекпіз. Ол нарық қалай ауыссын ауыспасын, сұраныс қалай көбейсін азайсын, оған байланыссыз ол өзін өмірде орын табатын бір ересек өмірге дайын, тәуелсіз, аяғына нық тұратын бір тұлға ретінде қалыптасуына бағдар беру керекпіз. Бұл маған мынандай бір ой келіп жатыр да. Енді мамандық таңдауда біз енді балаларға белгілі бір ақпараттар береміз, мінекей осындай мамандықтар, бірақ мынандай сұрақ туындайды, мысалы, сіз мысалы бұрынғы кезде мынау нарықтық, енді біз бұрын индустриализация кезінде, түсінікті, университет бітіреді, жұмысы дайын, диплом алады, сол дипломмен сол белгілі бір жұмысқа барады, экономист бітірді ме, экономист болып әрі қарай барады. Бүгінгі күні бізде мамандықтар өте көп, және кейбірлер жаңа қазір заман талабына сай өзгеріп жатыр, кейбірлері жаңадан пайда болып жатқан мамандықтар бар. Тіпті бізде кейбір жастар енді лауазыммен мамандықты шатастырып жатады, иә. Мен директор боламын, немесе президент боламын деген сияқты. Бірақ қазіргі мысалы диплом, мысалы мамандық мысалы, ол белгілі бір жұмысты енді кепілдік бермейді. Қандай мамандықта, қайда салада жұмыс істейсің. Яғни сіз сіздің айтып жатқаныңызды мен қостап күшейтіп жатырмын. Жалпы мен де осыған кішкене жақындау. Мысалы, біз көп жағдай солай қарастырамыз да, егер мысалы сен экономист бітірсең, нақты сен экономика бойынша жұмыс істеу керексің. Ал диплом бұл негізі бұл адамға бір ол алған білімінді сол кезген өмірдегі кездесетін мамандық, енді өмір деген енді біз жалпылай қарастырамыз ғой, сол сияқты соны қолдану білу, сол диплом, сол алған білімінді, дағдыларды, соны қолдана білу. Мысалы мен өзім әлеуметтану мамандығын бітірдім. Бізде әлеуметтану мамандығы деген өте сирек кездесетін мамандық. Бірақ біз кезген мысалы салаларда пиар болсын, журналистика болсын, білім беру болсын, сол білімді сонда қолдана білеміз. Сол арқылы біз еңбек нарығына бәсекеге түсіп, басқалармен бәсекеге түсіп, сұраныстамыз. Ал мүмкін бұл профориентация сіздің ойынша сонда бұл бұрынғы қалып қойған индустриалдық заманның бір белгісі деп ойлайсыз. Дұрыс түсіндім, иә? Жоқ, енді индустриалдық заманнан біз Қазақстан экономикасына одан қатты алыс кетіп қалған жоқпыз. Мәселе
өмір тек қана сол жұмыс істеп ақша табумен шектелмейді да. Ол өмірдің көп қыр-сырлары бар. Ақшадан бөлек көбінесе тіпті сол өмірдің басқа қыр-сырларын түсінбегендіктен ақша да таба алмай жатады қазіргі балалар. Мысалы отбасы құрады, ажырасады, бала туылады, балаға қамқор бола алмайды, ата-ана бола білмейді деген сияқты. Өзінің үй ішінде жанжал болып жатады, мысалы да, өзінің бауырларымен бауыр бола алмайды. Яғни өте көптеген қарапайым дүниелер, бірақ маңызды дүниелер назардан тыс қалып қойып жатыр да. Және мектептер өкінішке орай кәсіби бағдар жасау барысында өмірге бағдар жасау барысын қалдырып ұмытып кетіп жатыр. Мен ойымша кәсіби бағдар ол бір 100%-ның 30% адамның бақытты болу үшін. Қалған 70%-ы ол кәдімгі осы әлеуметтік қоғамда бір қоғамның мүшесі бола білу. Ана Абай атамыздың ба айтқан жақсы сөз бар ғой, мен кіммін, қайдан келдім, қайда барам. Мысалы осы философиялық төңіректе талқы, ойлану, ой жүгірту болу қажет та. Бірақ біздің мектептен қазіргі ең үлкен проблема философия мүлдем кетіп қалды. Балаларға біз ойлануға, талқылауға, дискуссия жасауға, ой алмасуға мүмкіншілік қалдырмадық. Неге? Себебі білім мектептегі мазмұнның бәрі мынау индустриалдық, өзіңіз айтқандай техникалық бағытқа көп бет бұрып кетті. Гуманитарлық бағыттағы білімдер тым бағанағыдай абстракция деңгейіне қалып қойды. Сондықтан бұл жерде философиямен қатар практика және прагматика болу қажет та. Мысалы философиялық деңгейде осыларды бір ұғымдар түсініп алғаннан кейін іс жүзінде, өмірде оның қолданыстары қалай болады. Мысалы соны сезіп, көрініп, бойынан өткізу керек жасөспірім. Бірақ мектепте және үйде де біз балаларды өте көп шектейміз, шыны керек. Оларға өмірді тануына, іс-әрекет негізінде өз-өздерін тануына мүмкіншілік жасамаймыз. Себебі біз мектептің бағдарламасын өте көп пәндермен тықпалап жібергенбіз да, көп пәнді оқытамыз. Мысалы шетелдің балалары 10-11 сыныпта кейбір елдерде, Англияда мысалы, кемінде 3 пән таңдаса жеткілікті. 3 курс таңдайды, сол 3 курсты 1 жыл бойы оқиды. 11 классында бір оқиды, оларда 13 жылдық білім жүйесі ғой. Енді оларда 18 жаста бітіреді, бірақ мысалы біздің аналогиямен 10 класста 3 пән оқиды да, 11 класста тағы 3 пән оқиды. Құқылы. Қаласа одан да көп алуына болады. 5 пәнге шейін, 6 пәнге шейін ала беруіне болады. Оны не нәрсеге байланысты өзгеріп отырады. Таңдайтын мамандығына, университеттің деңгейіне байланысты өзгеріп отыр. Мысалы Кембридж, Оксфорд сияқты университетке түсу үшін әрине 3 пән аздық етеді. Олықта түскісі келгендер 5 пән таңдайды, және 5 пәнді де андай ең 5 деген бағаға тапсыруға тырысады. Ал мысалы бізде қалай? Бізде ОБТ-ны тапсыруда сол 5 пән таңдағанымен мектепте сол 10-11 сынып бойы 15 пәнге шейін балалар сабаққа қатысып отырады. Бұл айтқанда біз балаларды әбден қинап біттік, шаршатып біттік. Бұл жердегі мәселе, бұл ұстаздардың біз жалақысынан айырылып қалуға қорыққаннан кейін біз маңызды білім реформасын жасамай жатырмыз да. Сол ұстаздар ойпырмай сағатсыз қалып қояды, жұмыссыз қалып қояды деп қорқамыз, шу шығады деп мысалы да. Бірақ мәселе не маңызды? Сол мұғалімдердің жалақысыз қалып қоюын ойланамыз ба? Немесе мынау миллиондаған ұрпақтың мектепті бітіріп, келесі өмір деңгейіне дайын болмай, милары ашып, былай айтқанда ше, ОБТ таңдағанда бір рас фокус болады, мектепке барғанда бір рас фокус болады. Сол таразыға қоямыз ба? Қайсысы маңыздырақ деген сияқты. Бұны енді саясаткерлер өздері пайымдап, өлшеп, дұрыс шешім қабылдап, және қабылдаған шешім дұрыс түсіндіріп жеткізуі, және кезең-кезеңмен енгізуі маңызды деп санаймын. Өте қызықты жауап. Мен енді профориентацияға қатысты тағы да оралып көрсек, енді көп жағдайда енді ата-аналар енді жаңағы балаларға біз айтқандай көптеген пәндерді оқытамыз. Бұл енді бұрынғы қалып қойған жүйе, ескі кеңес заманынан және тіпті индустриализация кезінен. Сондықтан қазір жаңа бір мектеп үлгісін біз қалыптастырайын десек, бізге әлі біз оған бара алмаймыз. Себебі бізге әсер етіп тұрған нарықтық жағдай, экономика, саяси процестер, тағы да басқа көптеген мәселелер бізге әсер етеді. Соның негізінде енді
жылда бізде мысалы мемлекет бюджетінен бәленше грант беріледі. Мысалы 80 мың грант, мысалы былтыр қателеспесем 80 мыңға жуық грант берілді. Оның үстіне педагогикалық мамандықтар, медицина, әрине ол мамандықтар қажетті. Онсыз біз қоғамды әрі қарай дамыту үшін. Сондай-ақ техникалық мамандықтарға көп беріледі, IT. Бірақ сонда да бізде мынау еңбек нарығында қарасақ, әлі де сұраныс көп, мамандықтар көп. Мысалы, тіпті университетте дайындаймайтын мамандықтар кездеседі. Тіпті техникалық мамандықтар, кейде қарапайым, мысалы техникалық сварщик дейміз, сантехник, мысалы қазіргі өмірге қажетті мамандарды көп былай енді оқытып жатыр, бірақ сонда да нарықта сұраныс көп. Сіздің ойыңызша бұл немен байланысты? Бізде бұл осы нарықты зерттеумен айналысатын мамандардың, тіпті министрліктің осындай зерттеулер жүргізе ме жалпы, сіздің ойыңызша? Енді қатты білмейді екенмін олар не жасамайтынын, бірақ менің ойым грантқа байланысты мемлекет өзіне салаға приоритетті мамандықтарды ғана тізбегін жасап, қандай мамандар қажет, сол мамандарға ғана грант бөлу қажет. Және ол грантты да көрінген университетке бермеу керек. Қай университеттің рейтингі жоғары, шында да жұмысшылар тарапынан берілген бағанағыдай кері байланысы рейтингі жоғары, сосын студенттер тарапынан сол университетке түсуге деген ұмтылысы жоғары, түсу критериясы қиын. Сондай, мысалы, Назарбаев университет деңгейіндегі университеттерге мамандарды мықты дайындайды деген. Сондай университеттерге сол мемлекеттің саясатына, индустриалды экономикалық саясатына сәйкес керек мамандарды дайындауға адрестік сондай нақты гранттар бөлу қажет. Грант, бізде өкінішке орай гранттың бұрынғы функциясы сәл басқашалай еді ғой. Ол мына балалар 17-ге толады да мектеп бітіріп қояды, сосын университетке өтеді. Көп балалар бос жүрмесін, жұмыссыз жүрмесін деп, оларды бірдеңемен қамтиық деген оймен жасалған дүние еді басында. Не әскерге барады, не себебі ол энергия, толқын, ол дұрыс бағдар алмаса, ертең күні бағана кезекті бір революционер деген сияқты соларды алып келеді деген сияқты бір қорқыныш болған. Сондықтан енді көрдіңіз бе, мақсат, мүдде, сол біз қайтадан қарау керекпіз да. Ол бұрын жарайды солай болған шығар. Қазір олай айту қиын ғой, себебі қазір университетте баратын абитуриенттердің саны грант санынан 3 есе көбейіп кетті. Мысалы, жылына 240 мыңға жуық, 220 мыңға жуық ұбт тапсырады. Бітті. Біз бұрынғы мақсатымызды қазірдің өзі орындай алмай жатырмыз. Егер де наразы топтан қорқып жатсақ. Онда түбегейлі ол бұрынғы қорқыныштарымыздан қайтадан баға беріп, өзгертіп бағамызды. Біз бағанағы грантқа деген көзқарасымызды, мақсатымызды өзгерту керекпіз деп ойлаймын. Және қазір мен оны байқаймын, өз басым. Қазір мысалы Назарбаев университеті болсын, шетелден келіп жатқан бренд университеттер болсын, оларға қазір сол практика басталды. Олардың грант құны мысалы 10-15 долларға жетеді бір студентке деген. Назарбаев университетке де сол ақшаны бөледі, шетелдік бренд университеттерге сол ақшаны бөледі. Енді бұл бірінші реформа Назарбаев университетке сол гранттарды ерекше гранттық көлемі жоғары гранттарды бөліп бір реформаны жасап үлгерді. Қазір екінші кезек шетелдегі университеттерге сол реформаны жалғастырып жатыр. Енді ең маңыздысы үшінші кезең. Қазір дифференциалды гранттарды, бағана гранттың көлемі жоғары 10 мың 15 мың доллар гранттарды ендігі кезек өзіміздің жергілікті университеттерге де беріп бастау қажет. Ол қандай университеттер? Ол сол рейтинг бойынша объективті тұрғыдан мықты мамандарды дайындайды, репутациясы дәлелденген нарықтың ойыншыларына сол гранттарды бөле бастау қажет. Сол кезде олар одан да мықты мамандарды дайындап шығуына мүмкіндік болады. Ал нарықтық заманда дұрыс жұмыс жасай алмайтын, әлсіз мамандар дайындайтын, коррупциясы бар әлі де сондай университеттер, олар бірте жабылып, бағанағыдай олар немесе бағанағыдай бірігіп, укрупнение дейді ғой, соны сөйтіп бағанағыдай бітеді. Түбінде бір
осындай бір маңызды реформаны мен өз басым қажетсініп тұрмын қазір. Мындай бір кейде сұрақ қойғым келеді, жалпы бүгінгі тақырыптан емес, енді білім беру жүйесі бойынша болашаққа егер біз болжап нетсек, жалпы меніңше кезінде мынау YouTube, ақпарат, интернет пайда болған, дамығаннан кейін университеттердің қаншалықты білім сапасына қатысты көптеген сұрақтар болды ғой. Қаншалықты тиімді, олар қажет па жалпы, егер мысалы шын мәнінде олар білім беріп жатыр ма, диплом сатып жатыр ма деген мәселеде. Бірақ болашақта бізде университеттер, жаңа білім беру орталықтар, мектептердің өздері бір аттестациялық адамдардың аттестациялық орталықтарына айналуы мүмкін. Себебі қазіргі кезде ақпарат жеткілікті, интернеттен қарап, теориясын оқып, барып тест тапсырып, кезек өзіне қажетті қағазын беру, куәлігін алып, әрі қарай растайды өзінің білімінді. Сол арқылы ол тіпті мектепке, университетке барудың күнделікті қажеті жоқ. Тек қана мысалы, сіздің ойыңша осы болашақта болуы мүмкін ба, әлде бізде қазіргі мынау жүйе қалай өзгеруі мүмкін? Біз енді жылда айтып жатамыз ғой, мысалы, ол өзгеру керек мынау. Себебі біз енді идеализация тұрғысынан біз Астана, Алматы қалалардағы университеттер туралы айтамыз да, мынау аймақтардағы университеттерде немесе жаңағы кішкентай колледждер болсын, мектептер болсын, ол жақта не болып жатқаны әлі бұрынғы жүйемен әлі келе жатыр. Соны біз сіздің мысалы болашаққа бір қарап көрсек, қалай өзгеруі мүмкін бұл тақырып, және сол өңірлік білім беру орталықтарына, мысалы Маңғыстау облысы жалпы әлеуеті жоғары, экономика тұрғысынан болашағы зор деп жатады аймақ. Бірақ ол жерде проблема адами капитал. Адамның капиталын дамыту, әлде адамдар қатты білім алуға, жаңа оқуға деген сияқты бір жағынан мүмкіндіктері әлі таршылық, және сол жергілікті халықтың да осы мамандық таңдауда проблемалар бар мысалы. Өйткені ол жерде түсінікті экономика, мұнай газ секторы көбінесе дамыған. Енді ол жердегі мысалы халыққа адамдар сол салаға барып оқу керек па, әлде басқа да мүмкіндіктерді қарастыру керек па? Осыған қатысты комментарийіңіз бар ма, немесе маған мүмкін сұрақтарыңыз бар шығар? Сізге сұрақ жоқ. Ал комментарий енді мамандықтардың болашағы, енді гуманитарлық бағыттар, олар толықтай неге өтеді, сондай онлайн форматқа өтеді. Онлайн және бағана адамдардың араласу, дискуссия алаңы болса болды. Өз-өзінен оқитын кітапхана, бірге топтық жұмыс жасайтын аудитория және дискуссия жасайтын аудиториялар болса, лекция форматының барлығы олар онлайнға өтеді. Ал гуманитарлық емес, техникалық бағыттар, инженерлік бағыттар, олар тек қана сұраныс артады оларға. Терең ғылым, инновация, зерттеу, переработка, өңдеу, сол деңгейдегі дүниелерге сұраныс арта береді. Және инженерлік техникалық терең зерттеулер, инновациялық бағытындағы университет, инфрақұрылымы мықты университеттердің несі дәурені болады енді. Себебі оны сен ешбір жерде ала алмайсың. Интернетпен отырып, сен қолмен жұмыс істеп, түсініп үйренбейсің. Оны сен кәдімгі осылай профессорлармен, тренерлермен бірге отырып, лабораторияда бәрін қолмен ұстап, сөйтіп үйрену керексің. Базадан бастап, терең переработкаға дейін зерттеп. Сондықтан болашақ бәрібір сол ғылымның қолында ғой. Ғылым, инновацияның қолында. Гуманитарлықтардың білім алуы жеңілдейді, арзандайды. Шығындары білім алуы. Ал инженерлік инновациялық бағыттар тек қана инфрақұрылымға жағдай одан да көп жасау керек болады. Яғни болашақта сіздің ойынша осы техникалық ғылымдар дамиды дейсіз, иә? Яғни бізге енді бір мынандай рубрика бар, жастарға кеңес, мысалы, қазір мысалы мүмкін қарап жатқан және мамандық таңдауда әлде қай салада
көп жағдайда бізге жастарға ақпарат керек қой. Сол Иә. сияқты сіздің ойынша жалпы болашақта алдағы 5-10 жылда қандай мамандықтар сұранысқа ие болады, қандай мамандықтар керісінше нарық сұранысына ие болмайды, иә, бірақ грант берілсе де, мысалы сіздің сондай топ-5 мамандықтар немесе болашақ мамандықтар деген сияқты жастарға Иә, кеңес мен енді айтсаңыз. мамандықты олай бөлмес едім, мен былай айтар едім, мультидисциплинарлы бағыт өте маңызды. Яғни бір жағынан инженерлік техникалық бағыттағы бір терең білімді алып, мына жерде гуманитарлық бағытты екіншіден алу керек. Екеуін ұштастырғандар, олар сұранысқа иелігі тек арта береді. Сондықтан мамандық таңдамаңыздар, бағанағыдай, қалай айтсам екен, болашақтағы сұранысқа ие салаларды таңдаңыздар. Сала ол міндетті түрде ол терең ғылым, білім. Мысалы атом саласында бізде Қазақстанда терең өңдеуде, мынандай таблеткаларды шығаруда Қазақстанда бір 3-5 түйір ғана қазақ бар. Мысалы, мамандар аз, мысалы. Сондықтан дәл сол сияқты мұнай саласында да, инженерлік салада да, атом саласында да, бағанағыдай кез келген өнеркәсіптің тереңдеу, переработка деңгейінде мамандар тапшы. Сондықтан сонымен қатар соны терең зерттеп, әлі соның гуманитарлық жағын, менеджмент жағын, соның саясатын жасау жағын меңгерсеңіздер, сіздер ең сұранысқа ие маман боласыздар. Тамаша, керемет, айтқаныңыз дұрыс, келісемін. Жалпы бізде жалпы сұрақтар жалпы осыған қатысты басқа айтатын сұрағым жоқ. Енді бізде жастарға біз айтатын жалпы осы ақпараттар пайдалы болды деп ойлаймын, себебі біз көп жағдайда бір-екі мынау подкаст кезінде профориентацияға қатысты әсіресе мамандармен, осы мектепте жұмыс жасайтын мамандардың мәселелерін талқылап едік. Бүгін сізбен жалпы глобалды, мынау білім беру жүйесіндегі жүйе түрінде қарап, қаншалықты жалпы профориентацияны өзі дұрыс деп айту өте қызықты болды. Мүмкін бұл біздің жалпы қоғам үшін, жалпы адамдарға бір ой салады. Себебі бізде бәріміз ата-анамыз, бәріміз балаларымыз болашақ қандай мамандық таңдайды, кейбіреулер ертеден бастап таңдау керек. Сондықтан біз балаларға сұрап, сен кім боласың, қандай анаған бар, мынаған бар. Енді ата-ананың несі де көп, мысалы. Өйткені бәріміз ойлаймыз ол мәселені. Енді мүмкін болашақта мүмкін басқаша да болады. Мүмкін сіздің айтып отқаныңызда солай келеді. Енді осымен біз аяқтайық. Егер басқа сұрақ, жауап, басқа да ой айтатыныңыз болмаса, осымен аяқтасақ. Осымен енді Нұрмұхамед мырза, көп рахмет сізге. Біз осы кезекті подкастымызды аяқтаймыз. Бүгінгі әңгіме жақсы әрі пайдалы болды деп ойлаймын, және болашақ мамандық таңдауда жалпы білім беру жүйесіндегі өзгерістер туралы, жалпы бүгінгі жағдай туралы көп мағлұматтар алды деп ойлаймыз. Бізге жазылып, комментарий, пікір жазуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.